Margarita, sen men көзіме шөп салдым білесің ба? Все, кет әрі жаумаман. Жоқ бері кел. Мен әлі айтып болған жоқпын. Аяғымнан шуаштың иісі шығып кеткен ба, аяғыңды жуып жүрсе, Маргарита? Тез айт, кіммен болдың кеше? Шашыңды жұлам мен сен біртіндеп түсіндің ба? Кіммен болдың кеше? Айт тез. Үстіңнен біртүрлі дешевый одеколонның иісі шығып жатыр ғой. Кімнің иісі мынау? Кімнің одеколоны мынау, а? Тьфу, ё-моё, айтпайсың ғой, айтпасаң, қор ана жаққа. Екі аяқты сен араласпа, бұл біздің өзіміздің семейный разборкамыз. Қору дедім, бұл қор ана жаққа жалмауыз неме. Кім құрыш? Маргарита қалып қалдың ба, не болды? Маргарита өліп қалдың ба? Ой, маргарин деппін ғой, Маргарита бер келші. Маргарита тересің ба? Маргарита көзіңді... Албасты көзін ашып тұр екен ғой, жалмауыз. Маргарита құлай бермеш, не болды саған? Тұр, бері кел болды, тұр. Бері кел. Бопты мақы кешір бол дедім, онда жаман нәрсетпен бір кел. Маргарита. Не болды көтін тырысты да қалды ғой. Адам сияқты кешірім сұрап отыр. Ой, жоқ, құр ана жақа онда. Маргарита тірісің ба? Маргарита, тірісің ба? Ауды көсеш? Екі аяқты ана жақтан мені Маргарита арбуз дейма, арбуз жерін келді дейма, или арбуз жер дейма, сондай деп жатыр. Ол не екі аяқты? Арбуз жер деген не ол, сен білесің ба? Біз сен айтты жақсы нәрсе ма, жаман нәрсе ма ол? Арбуз жейін деп жатса, барып алып келейін магазиннен. Бүгін мына екі аяқтының қасына бір рет жатып, бір рет ұйықтай қойайын десе, мына қасқа қайда күле береді, дым ұйқы берген жоқ ше. Или біреу бір шешін ашып бір ма, соған күліп атыр ма, түсінбеді. Одан кейін біздің екі аяқтың подружаниясы келді, бірақ бұл қызды мен сухану сүймейді кәдімгідей ше, мен бір жақтамайым осы қызды ше, осы келсе вот бүкіл нерв талшықтарым ойнап кетеді тура. Одан кейін не керек ана сырттағы районнан мысықтармен жатам, қаққам деп амандасып қал жағдайларын сұрап тұрғым осылай. Енді сыртқа шыға алмаймын ғой, мен байтыма естіп араласып тұрам, енді терезеден сөйлесіп деген сияқты. Одан кейін мұздай суымды ішіп алдымдағы мына шкафтың ішін реттеп тастайын деп шештім. Одан кейін екі аяқты шкафты реттеп қойғаным үшін рахмет деп осылай маған ет берді. Всех люблю, всех обнимаю, пока-пока. Мына жаз келгелі жаман қатты терлеп жүріп ше, мына екі аяқты мені кондиционердің астында жатқызбайды, ауырып қаласың деп қояды. Одан кейін терлеп сасып жүрмейін деп осы душқа түсіп жатқам ғой. Негізі мына екі аяқты айтқам, менде сен сияқты ваннаға түсейін да, ваннам толтырып қойып, ішіне бомбочка лақтырып жүріп, ваннаның ішінде жатайын десем, ойбай, сен батып кетесің деп бір сондай уайымдап қалған адам мынау ше. Екі аяқты мен естіп атсың ба? Мен чөтта бір дәрет сындырғым келіп тұрған сияқты. Туалетке бар болсам бола ма тез? О, рахатай, бәсе, чөтта не то бір қысылып кеткен сияқты сезім болды ше, сөйтсем туалетке барғым келген екен ғой. Все, сындыратын дәретімді сындырып алдым, екі аяқты жалғастыра бер. Қазір осы шомылып болғаннан кейін екеуміз күшті пельмен жеп алайықшы, ағандай сорпасымен, бульонымен, сметанасымен, майонезмен. Ой, чөтта пельмен жей алмайтын сияқты, мен ұйықтай берейінші, ұйқы қысып баратыр, все қайырлы, давай. Соңғы кездері білмейм көктем келгеннен кейін ба басымның сақинасы ұстап біртүрлі болып жүредім. Осылай құлағымда қасып берсең рахаттанып қалатын едім ше. Қолдарым жетпейді атып білмеймін, қолдарым үлкен ба, ешкім ана қолтығыма ойбай қолтығымды құлағыма тығып қасып айын десем, қолдарым жетпей жүр менің екі аяқты. Шәмәлі батырып қасы бер, екі аяқты аяма қасып берсең, айттым осыған қолдарым жетпей жүр деп. Рахатай, құрметті екі аяқтылар, егер де сіздердің мысықтарыңыз болса, тоже осылай құлақтарын қасып берсеңіздер болады, бір рахаттандыққа потом мысықтарыңыз. Екі аяқты менің ішім түсіп кетті, давай екеуміз тығылмашақ ойнаймыз. Тығылмашақ? Сен тығылмашақ ойнай аласың ба не? Я да, просто тығып қалу керек и все. Білемін? Мақұл, онда кім бірінші тығылады? Давай, Сулейфа. Құдық. Мақұл, сен біріншісің анда. Давай, тығыласың ба? Я тығылам. Давай, тығыла бер, кетті, мен анда көзімді жұмайын, 4, 5, я иду искать. Надеюсь, көзін тұрған жоқпын. Ой, прям көрмей қалдым қай жерде екеніңді. Джонни қайда екен? Джонниді ешкім көрген жоқ па? Қайдасың менің сары мышығым ау? Ой, мұндамын, екі аяқты мұндамын, мені шынымен таппай алдың өзер, мен жеңдім, все жеңілдің сен.
біліп едім, мен тап бәғаладыңды күшті тылды ма? Құрметті ерлер қауымы, қанша жерден брутальный еркек болсаңдар да, по-любому мынандай тентек қыз табылады сендерге. Бұндай тентек қыздың қасында уже все брутальный еркек еместің. Уже қоншы қайналып кетесің, сүйкімді нешка болып кетесің. Потом олар сүйе бастайды, құшақтай бастайды, тисе бастайды. Екі аяқтылар көбінесе өздерін арыстанмен теңейді ғой. Бұндай тентек қызға жолықсаңдар, все, арыстан болмайсыңдар. Бұндай тентек қыздың көзінше мысық болып кетесіңдер уже. Мен де кезінде айтатынмын ғой, бай, мен арыстанмын, мен мықтымын, мен берілмеймін шықасам деп, қақтағымнан көрсеңіздер, все уже. Артқа қайтатын жол жоқ. Как говорится, орысша айтқанда, я уже смирился, ребята, смирился.